Әлеуметтік желіге жарияланған мониторингтің қорытындысы бойынша білім бөлімі тарапынан арнайы комиссия құрылып, Наталья Викторовна Дроздованың еңбек шартын бұзу туралы бұйрығын білім бөлімі тарапынан күші жойылды. Дроздова өзінің жұмыс орнына қайтарылды. Алайда 14 қарашаны қоса алғанда Наталья Викторовна Дроздова денсаулығына байланысты, демалыста болуына байланысты 15-нен бастап жұмысқа кірісті. Комиссия жүргізген қорытындысы нәтижесінде құжаттарды зерделей келе мектеп тарапынан заң бұзушылыққа жол берілгендігі анықталды. Соған сәйкес мектеп әкімшілігіне жіберілген кемшіліктер үшін шара қолданылды. Мектеп директоры міндетін атқарушы өзінің тарапынан жіберілген кемшіліктерді мойындады. Қазіргі таңда өзінің лауазымынан босатылды. Міндетін атқарушыдан босатылды. Өзінің орнында қалады. Екінші басқа міндетін атқарушы басқа оқу ісінің меңгерушісі тағайындалды. Басшысы бүгінгі таңда еңбек демалысында, кезекті еңбек демалысында. Білім беру ұйымдары басшылары тарапынан аталған кемшіліктерге жол бермеу мақсатында білім бөлімі тарапынан тиісті шаралар жүргізілетін болады. Яғни түсінік жұмыстарлар, кездесулер және отырыстар өткізіледі.